бетімді ашпай тұрып ұрған. Титтейімнен жоқшылықты көріп өстім. Әкем ішкіш болды. Анам ауылдағы тойхананың ыдыс-аяғын жуып, сол жердің қалған-құтқан тамағымен бізді асырады. Әкем ішіп келген күні сәл де болса құлағымыз тыныш болатын. Сондықтан бүгін қатты мас болып келіп, мамамды ұруға шамасы келмей қалса екен деп тілеуші едік. Әйтпегенде мамаммен қоса біздерді де қырып тастайтын. Жоқ жерден сылтау тауып ішіп отырған столды төңкере салғанда кірерге тесік таппай қалушы едік. Обалы не керек, мамам бізге жақсы тәрбие берді. Тірлікке ерте араластық, тамақ істеуді, үйді дұрыстап жинауды, үлкендерді сыйлауды, келіндік өмірді құлағымызға құйып өсірді. Мен күйеуге ерте тиіп не таптым? Сендер асықпаңдар, оқып, білім алыңдар, сонда мен сияқты қор болмайсыңдар деп көп айтатын. Соның айтуымен мектепті бітіріп, кәсіптік колледжге оқуға тапсырған жылы танымайтын білмейтін жігіттің әйелі болып шыға келдім. Бас салып алып қашты. Мен әлі жаспын, оқығым келеді, өтінем деп жылағаныма бір адам да селт еткен жоқ. Себебі олар тойға дайындалып отырған адамдар ғой. Бәріміз солай ойлағанбыз. Әлі-ақ бақытты боласың деп қаумалап сүйрелеген күйі төргі бөлмеге кіргізіп, орамалды жаба салды. Өз еркіммен келдім деп жазып бер, деді бір әйел келіп. Жазбаймын, мен өз еркіммен келген жоқпын деп әкелген парағын жыртып тастап едім. Ұзын бойлы сап-сары көзі тұздай шашын тықырлап алдырып тастаған бір жігіт кірді де жағымнан шапалақпен салып қалды. Неменеге бәлсініп тұрсың сен? Байға тигеніңе қуан. Осыдан жазбай көр, мына үйден тірі шықпайсың деп зіркілдеді. Сөйтсем, менің болашақ күйеуім сол екен. Қорыққанымнан айтқанын істедім. Сөйткен шешем, бақытты бол, енді сол үйдің адамысың, айтқанына көнесің, үйге жылап келме, әкеңнің мінезін білесің, деп қуғыншылардан хат жазып жіберіпті. Ол бұрын үйленіп, ажырасқан, менен 6 жас үлкен жігіт. Екеуміздің ақылымыз да түсінігіміз де сәйкес келмеген шығар. Әлі күнге таяқ жеп келем. Сен мені менсінбей қалмаймын деп қағазды жыртып тастағансың. Қай жеріңе сеніп көкірегіңді көтердің деп ішіп алған күні тисе береді. Міне үйленгенімізге 10 жылдан асты. Әлі сол әңгіме айтылады. Бір күні түн ортасында мас болып келген күйеуім соққының астына алды. Денемнің әр тұсынан тиіп жатқан соққының ауыр болған сондай қинала тістелеген ернімнен қан сорғалап кетіпті. Айтқаныңның бәрін істеймін, ұрмашы, кешірші деп не үшін кешірім сұрап жатқанымды өзім білмеймін. Өліп қалмасам болды деп бетімді жауып жата бердім. Бір кезде ол да шаршады ма, төсекке сылқ етіп құлай кетті. Ұйықтады-ау дегенде сырғып-сырғып еңбектеген күйі бөлмеден қашып шықтым. Сыртқы есіктің шиқылдаған даусынан оянып, артымнан қуды. Ауладағы тандырдың астына тығылып отыра кеттім. Ей, шешең, шық бері, деп айқайлап таба алмасын білген соң үйге кіріп кетті. Сол қашқаннан түнделетіп, ауылдың орталығында тұратын ата-енемнің үйіне сүйретіліп әрең жеттім. Ол кісілер теледидар көріп, шай ішіп отыр екен. Балаларыңызға басу айтып, тоқтатыңыздаршы, ол мені бір күн өлтіреді деп жыладым. Бар үмітім атамда еді. Ата, құлың болайын, сізді тыңдайтын шығар, бір ауыз сөйлесіңізші, деп бетіне қарап ем. Өзің сөйлес, деп кемпіріне оқты көзімен бір қарады да жатын бөлмесіне кіріп кетті. Соны күтіп отырғанда енем, не болды сонша сұңқылдап? Байынан таяқ жеген жалғыз сен бе? Отырмыз ғой өлмей-ақ, шыдайсың. Түбінде жеңесің. Әйел деген тілінен табады, тілінен таппаса тірлігінен табады. Дұрыс қатын болсаң, менің балам бекерден бекер сабайды деймісің? Көзіңнің сорасын ағыза берме. Сол байыңды адам қылып шығару енді сенің қолыңда, деп өзімді ұрсып үйден қуып шықты. Сорлы, өзіңе де обал жоқ. Сондай баланы тәрбиелеп шығарған адам қайбір оңады деп ойладың, деп өзіме ызам келіп үйге әрең жеттім. Мен де қазір тойханада ыдыс-аяқ жуып ақша табам. Кейде үйге тойдан сарқыт әкелсем, мынаны қай байың беріп жіберді деп ұрыс та шығарады. Үйде береке жоқ.
Үлкенім ұл, екеуі қыз. Қыздарымда мейірім бар. Ал балам тура әкесі сияқты болып өсіп келеді. Мына тамағыңыз жуынды сияқты, не бәле? Деп ішіп отырғасын кесесін маған қарай лақтырып жібергенде тура күйеуімді көргендей болам. Алғаш әкем қайтыс болды ғой, бірақ сонда да анам маған жылап келуші болма деп проблемамды тыңдамайды. Ел жұртқа қарабет етпеңдер, әкесі алқаш еді, қыздары да оңбады деген әңгімені естігім келмейді деп звондаған сайын бір нәрсені қайталай береді. Солай. Өмірден үмітім үзілген. 40-тан асқан еркектің енді түзеліп кетуі екіталай. Қартайып, ойынан күш кеткенде ішкенін де ұрғанын да қоятын шығар деген оймен күнім өтіп жатыр.